Қайырлы күн, құрметті Альфия Сабыргалиевна. Менің ғылыми жобамның тақырыбы Батыс Қазақстандағы ағартушылықтың дамуы. Осы бағытта зерттеу жұмысын жүргізе отырып, бүгін сізбен сұхбаттасып, маңызды ғылыми пікірлеріңізді білгім келеді. Ендеше алғашқы сұрағыма көшетін болсақ, 19-20 ғасырлардағы ағартушылықтың басты ерекшеліктері қандай болды? Рахмет сұрағыңа. Қазақстан тарихында 18-19 ғасырлар кезең бетбұрысты кезең болып саналады. Өйткені патшалық Ресейдің құрамында Қазақстан үлкен өзгерістерге ұшырады. Саяси жағынан, мәдени жағынан, әлеуметтік жағынан. Соның ішінде бір қыры ағартушылық саясат. Патшалық Ресей Қазақстан территориясында олар өз еркімен қосылмаған ел болғандықтан, қазақтар оларға үлкен отаршылдық саясат жүргізді. Сол отаршылдық саясаттың біреуі ағартушылар арқылы жүргізілген саясат. Мысалға, қазақ тарихшысы, көрнекті тарихшы Манаш Қозыбаев айтады, патшалық Ресей Қазақстанды орыстандыруды шоқындыру арқылы, халықты алдап арбау арқылы, шен-шекпен үлестіру арқылы отарлады деп айтады. Соның біреуі білім беру, оқу ағарту саясаты арқылы да отарланды. 18-19 ғасырларда ең бірінші ағартушылық саясатқа іліккен бұл Батыс Қазақстанның территориясы. Әсіресе 1801 жылы Бөкей ордасы құрылғаннан кейін Ресейге ең жақын аймақ болғандықтан және отарлық саясатқа ол Ресейдің ішкі ордасы деп айтылды. Сондықтан отарлық саясат жүргізуге ықпалды, ыңғайлы территория болды. Соның ішінде сол Батыс Қазақстанға келген ағартушылар, мысалға Ильминский Батыс Қазақстанға келді, кейін Ыбырай Алтынсариннің досы болды деп айтамыз да. Немесе Алектор Бөкей ордасында отарлық саясатын, ағартушылықты жамылып, орыстандыру саясатын жүргізіп, шоқындыру саясатын жүргізген басты фигуранттардың бірі еді. Ол бірнеше кітаптарда жарық көрді. Қазақ балаларын орыс тілінде оқыту, қазақ балаларын сауаттандыру деген желеумен оларды түрлі жаңағы шоқындыруға, шіркеулер салып, сонда қызмет жасауға, тағы басқа қазақтың бұрынғы дәстүрін бұрмалауға шақырған түрлі құжаттар қазір растап жатыр. Қазақстан территориясында қазақ ғалымдарынан осы ағартушылардың сапына батыста Мұхаммед-Сағ Бабажанов айтылады. Ең бірінші Қазақстан территориясында 18-19 ғасырда сауаттандыру мәселесі Шоқан Уәлихановтың еңбектерінде көрініс тапты, мақалаларында. Сосын кейін Мұхаммед-Сағ Бабажанов Ресей географиялық қоғамының мүшесі бола отырып, Қазақстан территориясында, әсіресе Батыс Қазақстан территориясында зерттеу жұмыстарын жүргізді. Әсіресе ескерткіштерді, немесе тас мүсіндерді тапты. Орыс географиялық қоғаммен байланыс жасай отырып, ауылдық жерлерді, этнографиялық мәліметтерді жинақтады және қазақ балаларын оқуға, білім алуға, ғылымға шақырды. Сол бағытта ағартушылық жұмыстар атқарды. Негізі мына жерде өте екі-үшті қиын саясат тұр. Өйткені 18-19 ғасырда ағартушылық саясат бұл екі түрлі бағытта көрініс тапты. Біріншісі ол Қазақстан территориясына орыс мектептерін, жаңа мектептерді салу арқылы орыс тіліне шоқындыруға, христиандандыруға сондай бағытта жүргізілген отарлау саясаты мақсатында. Екіншісі Қазақстан территориясына, әсіресе батыс өңірге 19 ғасырда, 19 ғасырдың ортасында және 19 ғасырдың екінші жартысында күшті үдере қарқын алды. Бұл татар молдаларын жіберу арқылы мұсылмандандыру. Яғни сол кезінде Уфадан, Казаннан өте көп мұсылман білімін игерген, ғылыми жаңағы тереңдетіп исламды меңгерген көп татар молдалары әкелді. Ол татар молдалары Қазақстан территориясындағы жаңағы сауатсыз, білімсіз деген халықты сауаттандырып, әріп жазуға, әліпбиге үйретіп, тағы сондай жаңағы ағарту керек болды. Сауаттандыру жалпы айтқанда. Яғни осы татар молдалары, бірақ та ол қазақ халқына қызмет жасаған жоқ. Олар патшалық Ресейдің арнайы жіберген адамдар болғандықтан, олар Ресейдің отарлау саясатына қызмет жасады. Яғни олардың мақсаты халықты бірден сауаттандыру емес, керісінше дінге бет бұрғызып, мұсылманға, исламға бет бұрғызып, оларды сол арқылы діни отарлауды, сөйтіп оларды қадағалауға, бақылауға, ұстауға ұмтылды. Міне осындай екі-үшті саясат жүргізілді. Яғни бірінші азаматтық бағытта мектептер ашу, жаңа орыс мектептерін ашу арқылы, екінші діни бағытта
ағартушылық саясат жүргізілді. Рахмет. Енді келесі сұрағымызға көшетін болсақ, 19-20 ғасырларда аймақтағы мектеп медреселердің жағдайы қандай болды? 18-19 ғасырларда Қазақстан территориясында екі түрлі мектептер жұмыс жасады. Әсіресе діни мешіт медреселер болатын болса, олар жадиттік мектептер және қадими мектептер деген болды. Ол мектептер 20 ғасырдың басына дейін өмір сүрді. Жадид мектептері бұлар бұрынғы исламдың парсы тілін үйретті, араб тілін үйретті, құранды оқуға үйретті. Яғни исламның бұрынғы жаңағы көне қолжазбаларын, кітаптарын немесе құранды сол араб тілінде үйретеді. Екінші қадими мектептер болды. Олар жаңартылған, кішкене заманауиға бағытталған, бұрынғы мұсылмандық негізде, бірақ заманауи бағытталған мектептер болды. Мысалға Ғұмар Қараштың ілімдері сол қадимилігі жатады, бағыттарға жатады. Жадиттік мектептерде, қадими мектептер, олар бір-біріне мүлдем қарсы болған жоқ, бірақ қатар өмір сүрді. Біреуі ескі ағымда, біреуі жаңа ағымдағылар. Міне осындай ерекшеліктер болды. Бірақ онымен қатар Қазақстан территориясында ең бірінші 1841 жылы Бөкей ордасында Жәңгір хан ашқан орыс қазақ мектебі жұмыс жасады да. Содан кейін біртіндеп 60-шы жылы, 70-ші жылы, 90-шы жылы біртіндеп мектептердің саны көбейе түсті. Бұл азаматтық мектептер, жаңа айтылған діни мектептер. Яғни сондай ағарту саясаты сондай үлкен діни және азаматтық негізде бір-бірімен күрес жүріп жатты. Айтатын болсақ, Батыс Қазақстандағы ағартушылықтың ең маңызды жетістігі қандай деп ойлайсыз? Батыс Қазақстанда ағартушылық саясаттың басты жетістігі бұл қазақ даласында мұсылмандық білімді ала отырып, көптеген қазақ жастары жаңа еуропалық білімге ұмтылды және өзінің білімін жалғастырды. Мысалға 1841 жылы Жәңгір хан мектебі ашылған кезде онда оқитын қазақ балалардың көбі бұған дейін де мұсылмандық ауылдағы мұсылмандық жаңағы молдадан алған білімдер, араб тілін, парсы тілін, көне түрік тілдерін жақсы білді. Енді олар мектепке барғаннан кейін орыс тілін, жаңағы жазуды, жазбаны, тіпті кейде оларда сабақ берген мұғалімдер неміс тілінде үйретті, арифметиканы үйретті, математикада, тағы сол географияны үйретті, сондай жаңағы ғылымдарды игере бастады. Яғни отарлау саясаты жүрсе де, Жәңгір хан мектебінде білім алған балалар кейін Орынборда, Казанда, Омбыда өзінің әрі қарай білімдерін жалғастырды. Одан кейін әрі қарай жаңағы кадет корпустарында, мысалы Орынборда кадет корпусында, Санкт-Петербургта паждар корпустарында оқыды олар, әскери білім алды, азаматтық білім алды, медицина саласын бітірген жақсы. Яғни үлкен университеттерде білім жалғастырып, керемет мамандар болды. Яғни басты ерекшелігі бұлар сонда Ресейдің отарлау саясатын жүргізіп отырған оқу орындарында, жаңағы молдалардың болсын, немесе орыс мектептері болсын да, білімін алды да, бірақ ол білімді Ресейдің ішкі аймақтарында немесе шетелдерде жалғастыра алды, бірақ ұлтына қызмет жасады. Отарлау саясатының жүргізген саясатын жергілікті біздің қазақ зиялылары, қазақ балалары, кейін өсіп өнген қазақ зиялына айналған үлкен тұлғаларымыз оны өзіміздің ұлтқа қызмет жасауға арнады. Міне бұл ең жаңа басты жетістіктері болды. Рахмет. Уақытыңызды бөліп менімен сұхбат жүргізгеніңіз үшін көп рахмет. Сізге зор денсаулық және де еңбегіңізде толағай табыстар тілеймін. Рахмет. Қазақ балалары оқыған Жәңгір мектебінде, сосын кейін Орынборда, Омбыда, Казанда, Уфада білім алған қазақ балаларының ішінде өте көп мысалдарды айтуға болады. Мысалға, Жанша Досмұхамедов, алаш қайраткері болған Қалел Досмұхамедов, Уәлитхан Танашев, Дәулетжан Күсепқалиев, Есенғали Қасаболатов, тағы Сарғожиндар, мысалы ағайынды, бәрі де Ғабдулғазиз Мұсағалиев, олардың бәрі де парсы тілін, араб тілдерін жақсы білді. Онымен қатар бірнеше шет тілдерді жақсы білген. Яғни отарлау саясатын отаршы ел патшалық Ресей қазақты надан қыламын, отарландырамыз, Ресейге бағынышты қыламыз десе, керісінше қазақтар одан өздерінің жаңағы керекті білімін алып, ұлтқа қызмет жасайтын үлкен саяси элитаны қалыптастырды. Бұл біздің қазақ халқының даналығы, жаңағы төзімшілдігі, бұл оңай емес та, оңай саясат емес. Және жаңағы білімге, ғылымға құлшынысы, ұлтты сүйгендігін, соның бәрі біздің қазіргі 20 ғасырдың басындағы ұлттық элитаның қалыптасуына негіз болды.
Қазір сол қайраткерлеріміздің, сол тарихи тұлғаларымыздың еңбегінің арқасында біздер қазір өзіміздің тарихымызды таныдық, қазір білдік және ұлт ретінде өзімізді сақтап қалдық.